Екібастұз қаласының орталық балалар кітапханасы. Тарихы терең, тағылымы мол, сондай-ақ құшағын болашаққа кең жайған кітапхана. Себебі кітапхана оқырмандары балалар, ал балалар қашанда жарқын болашақ. Бүгінгі таңда кітапхана Екібастұз өңірінің тұрғындары үшін көп салалы зияткерлік демалыс орталығына айналып отыр. Кітапханаға неше жыл деп ойлайсыздар? Мен сіздерге оның құпиясын ашайын. Кітапхана жас оқырмандарға 60 жылдан уақыт бойы қызмет етіп келеді. Пионерлер үйінде орналасқан кітапхана 1958 жылдың маусым айында оқырмандарға есігін айқара ашқан еді. Осы уақыт ішінде мыңдаған кітапсүйер жас оқырмандарға қызмет көрсетті. Жыл сайын кітапханаға 9.000-ға жуық оқырман келеді. Сондай-ақ кітапхананың виртуалды достары да аз емес. Орталық балалар кітапханасының сайты түрлі қызықты да соңғы жаңалықтарға қашанда толы. Балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылын орай Оқымпаз балалық шақ ұзақ мерзімді серіктестік жобасы іске асырылды. Аталмыш жобаның серіктестері қала мектептері, балабақшалар және қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығы және тағысын тағылар. Жоба аясында түрлі акциялар, челлендждер, әдеби кештер, библиофреш, дауыстап оқулар, квест ойындар өткізіледі. Өлкетануды, жергілікті ақындардың шығармашылығын насихаттау мақсатында туған жер түлектері ғұмыры жарқын тұлғалар өлкетану жобасы бастау алды. Жоба аясында жергілікті ақын жазушылармен, атап айтсақ, Жұмағали Қоғабай, Ардақ Жұмағалиевамен кездесулер өтті. Павлодар өңірінен шыққан ақын жазушылардың шығармаларын насихаттау мақсатында туған жерім таусылмас жыр дастаным атты челленджі жақында іске қоспақ. Бұл шараға, яғни қаламыздың жас бүлдіршіндер балабақшаларының тәрбиеленушілері арасында өтеді. Балабақша тәрбиеленушілер арасында туған жерім таусылмас жыр дастаным атты челлендж іске қосылды. Бүлдіршіндер балалар тақырыбында қалам тербеп жүрген Павлодар өңірі ақындарының өлеңдерін мәнерлеп жатқа оқыды. Рухани жаңғыруды сипаттау және патриоттық сананы ынталандыратын ұлттық құндылықтарды жаңғырту барысында кітапхана қызметкерлері жергілікті қолөнершілердің қатысуымен таңбалар, петроглифтен ою өрнекке тарихи сағатын, қазағымның салт дәстүрін дәріптей білейік мерекелік кешін, ұлттық ою өрнек шеберлік сағаттар циклын өткізді. Кітапханада 4 қызығушылық клубы жұмыс істейді. Атап айтатын болсақ, Жанұя кафесі, отбасылық оқу клубы 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Клубтың мақсаты отбасылық оқу дәстүрін жаңғырту. Білімпаз жас білгілер клубы. Клубтың мақсаты балалардың шығармашылық оқу дағдыларын дамыту, зияткерлік қабілеттерін үйлестіру. Балалар интерактивті жаттығулар орындайды, түрлі шығармашылық іс тәжірибелерге қатысады, ұшан теңіз білім әлеміне саяхат жасайды. Дауысты кітап клубы. Клуб аясында балабақшаларда бүлдіршіндер үшін дауыстап оқулар ұйымдастырылады. Осылайша балғын оқырмандарды оқудың таңғажайып әлеміне жетелейді. Сиқырлы сандық қуыршақ үйірмесі бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қуыршақ театры кез келген кітаптармен таныстыруды жарқын театрландырылған мерекелік іс-шараға айналдырады. Интерес к чтению, познанию окружающего мира через книги должен формироваться у детей со школьной скамьи. В рамках Года детей в библиотеках Екібастуза проводятся разные по форме и содержанию мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения. Сегодня детская центральная библиотека порадовала ребят театрализованной программой «Созвездие детства». Мы из школы лицея номер 6 пришли в библиотеку. Нам тут очень понравилось. Очень много всего было интересного. Біздің ұжым бұл шығармашыл, мықты және ұйымшыл команда. Мақсатымыз жас ұрпақтың кітап оқуға деген құмарлығын арттыру және жалпы рухани дүниесін байыта түсуге атсалысу.